Салем жикарс калайсын. Бұл жикрув және Нурай. is AKBK. Сәлеметсіздер. Біз сіздері жауаптарды көрдік. Енді сол кезде сіздері түрлі жауап жазды. Енді кейбір адамдары жазған сөйлемдері қараған кезде біз кейбір жағдай байланысты оқығымыз келеді және кейбір сөздер туралы оқығымыз келеді. Солай айтқандықтан біз бірге көп ойладық. Сосын бүгін кейбір жағдай байланысты бірге оқиық. Бүгінгі тақырыбы амандасу. бүгін амандасу байланысты бірге оқимыз. Бірінші, бір-бірінен кездескен кезде қалай айтуға болады, біз бірге көреміз. 안녕하세요. Сәлеметсіз бе? 안녕. Сәлем. Енді осылай бізде сәлеметсіз бе сияқты құрметті адамдарға айтқан кезде бар. Енді сол кезде сәлеметсіз бе болса 안녕하세요 деді. Солай айтаймыз. Содан кейін бір-бірінен достары арасында болған кезде 안녕 солай айтуға болады. Содан кейін біз танысқан кезде қалай есімдері, аттары туралы түсіндірген кезде солай айтуға болады. 내 이름은 블라블라입니다. менің атым 블라블라. енді 블라블라 осы біз айтатын 블라블라 орында сіздердің аттары қосуға болады. Содан кейін біз бір-біріне танысып, содан түсіндіргеннен кейін қуанатын жағдай байланысты түсіндіру керек. Сол кезде біз 만나서 반갑습니다 деп айтуға болады. таныс қылыма өте қуаныштымын. Сіздер түсіндіріңіз ба? Бүгін біз бірге оқитын сөйлемдер байланысты қалай қолдану керек, осы туралы біз көрсетеміз. 안녕, 내 이름은 누라이야. 안녕, 내 이름은 예라슬이야. 만나서 반가워. 만나서 반가워. бүгін бұрынғы сабағы сияқты біз бүгінгі жаңа сөйлемді үйренейік. сау болыңыз. Біз сау болыңыз байланысты екі түр бар. Бір адам бір жерге қалды, екі адам бар. Бір адам бір жерге барып, енді отырып қалған кезде мен егер кеткен болса, мен 안녕히 계세요. солай айтуға болады. бірақ мен бір жерге қалып, содан кейін басқа адам келсе, 안녕히 가세요. солай айтуға болады. біз жағдай байланысты түрлі айтуға болады. бірақ екі түр. содан кейін сау бол. бізде сау бол айтқан кезде 안녕 солай айтуға болады. біз 안녕 солай сөйлемдері кездескен кезде да айтуға болды. содан кейін кеткен кезде бір-біріне қалай келесі уақытында қайтадан амандасқан кезде, кеткен кезде солай бірдей айтқан бірдей 안녕 айтуға болады. келесі кездескенше. 다음에 만나요. біз бірге уақыт өткізгеннен кейін амандасқан кезде, үйге қайтада келген кезде бір-бірінен 다음에 만나요 солай айтуға мүмкін. енді 1, 2, 3 кездескенше. кездескенше. Oh, wait. Don't forget to click it.